Барлықтарыңызға ассалаумалейкум. АК-79 менің жерімнің тарихы атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Қазақ халқының арасынан шыққан, қазақ халқының мүддесін қорғағанда жанпидалыққа барған, өмірлерін үзіп, үміттерін үзбеген қаншама тарихи тұлғаларымыздың есімі бүгінгі таңда ұмыт қалып, өзінің тиісті орнын Қазақстан тарихы оқулықтарының арасында таба алмай отыр. Сондай тарихи тұлғалардың бірі Бақытжан Бисәлиұлы Қаратаев жөнінде бүгінгі ролигімді тамашалауға шақырамын. Заңгер, мемлекет және қоғам қайраткері, ағартушы демократ Бақытжан Бисәлиұлы Қаратаев 1863 жылы 10 мамырда Батыс Қазақстан облысы қазіргі Қаратөбе ауданы Ақбақай ауылында дүниеге келді. Бақытжан Қаратаев шығу тегі бойынша қазақтың ең асыл тұқымдарының біріне жатып, кіші жүздің әйгілі ханы Әбілқайырдың шөбересі болған. Бақытжан Қаратаев керемет білім алып, Қазақтан шыққан алғашқы оқымыстардың бірі еді. 1886 жылы Орынбор гимназиясын бітіргеннен кейін Санкт-Петербург университетінің заң факультетіне түсіп, оны 1890 жылы алтын медальмен бітіреді. Университетті бітіргеннен кейін Қаратаев алдымен Кутаисидегі сот приставы, кейін Орал және Торғай облыстарында сот тергеушісі болып, 1897 жылы адвокаттық тәжірибесін бастайды да Қазақтан шыққан тұңғыш адвокат болады. Сол уақытта орыс тілін білмеген қарапайым қазақтың мүддесін қорғаған жас адвокаттың есімі қазақ даласына тез тарады. 1907 жылы Бақытжан Қаратаев Орал облысынан екінші мемлекеттік думаға сайланып, осы думаның бірнеше комиссиясының мүшесі болады. Оның білімі мен қабілетіне тамсанған орыстардың кадеттер партиясы жас депутатты өз қатарына кіргізіп, ықпалына түсіруге тырысты. Бірақ Қаратаев туған халқының ауыр жағдайын ұмыт қалдырмай, кадеттер партиясының саясатына қосылмайды. Керісінше, Бақытжан кадеттер партиясы басшыларына қазақтарға автономия алуына көмектесіңдер деген талап қойды. Талап орындалмаған соң кадеттер партиясынан шығып кетті. Жасынан батылдығымен ерекшеленген Бақытжан Қаратаев өсе келе осы батылдығын қазақ халқының мүддесін қорғауға жұмсады. Оның Ресей империясының премьер-министрі Столыпин мен Ресейдің жер министрі князь Васильчиковтың бетіне айтқан сөздері қазақ даласына кеңінен жарияланып, оның атақ даңқын одан әрі арттырды. Өз заманның ақылды адамдарының бірі Бақытжан Қаратаев туған халқының тағдыры туралы көп ойланып, қазақ халқының тағдырын шақ жолмен ғана жақсартуға болатындығын түсінеді. Біріншіден, қазақтың төрелеріне билікті қайтарып беру керек. Екіншіден, ислам дінінің қазақ даласына әсерін күшейту. Үшіншіден, қазақ халқының арасына шариғат сотын енгізу. Алайда оның бұл ақылға қонымды идеялары қазақ интеллигенциясы тарапынан қолдау таппай, керісінше Халел Досмұхамедұлы мен Мұстафа Шоқай сияқты Алаш партиясының белгілі көсемдері оған қарсы шығып, Қаратаевты Алаш партиясының қатарынан шығаруды ұйымдастырды. Қатты ренжіген Бақытжан 1910 жылы Әлихан Бөкейхановқа хат жолдап, сол хатта былай деп жазды: "Осы мені партиядан шығарғандар қазақ халқына не жұмыс істеп жатқан кім айта алады? Мемлекеттік жалақыға қаныққан арам пиғылдар, жұмыс істейтіндерге қызғануды ғана білетін солар өздері халық үшін саусақтарында көтермейді. Мұндай жағдайда мен өз халқыма ешқандай пайда келмейді. Тек қазағымды тонаудың тірі куәгері ретінде отыруға дәтім бармайды. Мен күресімді партиядан шығарса да тоқтатпаймын." Мемлекеттік дума таратылғаннан кейін Бақытжан Қаратаев Орал және Қазақстан газеттері, Айқап журналы сияқты алғашқы қазақ басылымдардың негізін қалайды. Жамбыл және Шідерті қазақтарын қоныстандыру процесіне белсене қатысып, тіпті 1910 жылы қазақтарға жер учаскелерін бөліп беруге тырысады. Алайда
Бұл бастамалар да жергілікті билік тарапынан қолдау таппай біртіндеп жойылды. Туғаннан мұсылмандық тәрбие алған 5 уақыт намазын үзбеген Бақытжан Қаратаев 1914 жылы Бірінші дүниежүзілік соғысқа қарсы шығып, осы соғыста қаза болған қазақтардың отбасыларына көмек көрсету жөніндегі уақытша мұсылман комитетін құрып көмектесті. Қазан төңкерісі жеңіп, билікке большевиктер келгеннен кейін Қаратаев большевиктер жағына шығады. Қазақ халқына Ресей империясы бермеген автономияны осы большевиктер беретін шығар деген үмітпен Бақытжан Орал облысында кеңес үкіметін орнатуға білек сабына кірісіп, 1918 жылы Орал облысының бірінші әділет комиссары болып сайланды. Кейін қазақ атты бригадасын құрып, аты аңызға айналған Василий Чапаевтың 25-ші атқыштар дивизиясына қосылып, солтүстік және батыс Қазақстанда кеңестік үкіметті орнатты. 1919 жылы 26 шілдеде Лениннің тікелей бұйрығымен Қазақстанды басқару үшін Қырғыз өлкесін басқару жөніндегі әскери революциялық комитет құрылғанда, оның тұңғыш 7 мүшесінің бірі болып Қаратаев сайланды. Осы комитеттің құрамында Байтұрсынов, Жангелдин, Тунганчин, Қаратаев секілді қазақ халқының белді көсемдері болса да, сонау алыстағы Мәскеуден арнайы жіберілген, қазақ жері мен тарихынан жұрдай поляк Пестковский комитеттің төрағасы болып тағайындалғанда, ең алғашқы болып қарсылық білдірген тағы да осы Бақытжан Қаратаев болды. Осы Бақытжан Қаратаевты комитет бұйрығымен жиі командировкаларға жіберіп, биліктен ақырындап алыстату керек деген Лениннің ұсынысы ақырында жүзеге Пестковскийдің ұсынысымен жүзеге асырыла бастады. Бірақ қазақ еліне құрметі мол, аты белгілі Қаратаевты бірден биліктен алып тастау мүмкін болмады. Сондықтан да 1919 жылы ол Қазақстанның әділет департаментінің бірінші басшысы болып тағайындалды. Қазіргі тілмен айтқанда, ол Қазақстанның әділет министрі десек те болады. Кейінірек Бақытжан Қырғыз автономиялық кеңестік республикасының негізін қалаушыларының бірі болып, Қырғыз автономиялық республикасының жұмысшыларының құқықтары туралы декларацияны жазады. Дәл осы құжатта тұңғыш рет қазақ халқының мүддесі мемлекет құраушы ұлт ретінде жоғары болу керек деген идея көтерілді. Бұл сол кезде Кеңес одағы мен Мәскеудің қарамағында болған Қазақстанда осындай идеяны ашық жариялаудың өзі үлкен батырлық еді. Бірақ осымен Қаратаевтың мәнсәбі түбіне келіп, 1920 жылы қазақ ұлтшылдығына байланысты Қаратаев Сталиннің тікелей бұйрығымен Қырғыз өлкесін басқару жөніндегі әскери революциялық комитеттің құрамынан шығарылып, көп ұзамай Орал қаласына жұмысқа ауыстырылды. Бірақ орталық биліктен алыстаса да, Бақытжан Мәскеудің қазақ аймағын басқарудағы рөлінің күшеюіне және қазақ тілінің қысымына қарсы күресін тоқтатпады. Бақытжан Қаратаевты тыныштандыруға болмайтындығын түсінген Мәскеу енді ең қатаң шараларға көшіп, 1920 жылдың маусымында Қаратаевқа билікті асыра пайдаланды деген айып тағып қамауға алды. Алайда, кінәсін дәлелдей алмағандықтан Қаратаев қамаудан босатылды. Ең әділетсіздігі, осы қиын сәтте қазақ кеңес элитасының бірде-бір өкілі елім деп зарлаған Бақытжан Қаратаевты жақтап араша түспеді. Қазақ халқының сол кездегі лидерлерінің жартысы Мәскеудің қаһарынан қорқса, екінші жартысы Қаратаевтың біліктілігіне қызғанды. Абақтыдан босағаннан кейін Қаратаев 1921-1924 жылдары еңбек ауыл шаруашылық артелінің мүшесі, Орынбор қалалық кеңесінің мүшесі, Ақтөбе облысының адвокаттар алқасының басшысы болып қызмет атқарды. Мұның өзі өте қызық жайт болған еді. Өйткені Қаратаев сот үкімі бойынша ешқандай басшылық лауазымға тағайындалуға құқылы емес еді. Бірақ осы үкімді шығарған большевиктер Қаратаев секілді білімді тұлғаны пайдаланбаудың өзі ақымақтық екенін түсінді. Сондықтан да сот үкіміне қарамастан Қаратаевқа жауапты қызмет беруге мәжбүр болды. 20 жылдардың ортасында қазақ даласында жаппай аштық басталған кезде Бақытжан Қаратаев коммунистік партиядан күдерін үзіп, өз еркімен одан шығып кетеді. Миллиондаған адамдар коммунистік партияның құрамына кіре алмай жүгіріп жүргенде, Қаратаев
коммунистік партиядан менің халқымды аяусыз қырып жатырсың деп шығуының өзі үлкен батылдық еді. Бірақ Қаратаевты кеңестік Қазақстанның өміріне қатысудан мүлдем алып тастау тағы да мүмкін болмады. Өйткені мұндай энциклопедиялық білімі бар қазақтар аз еді. Сондықтан коммунистік партиядан шығарылса да, Бақытжан Қаратаев халық ағарту комиссариатына жұмысқа тартылды. Бірақ бұл қызметте де ол қазақ тілінің мәртебесін көтеруге тырысып қоймағаннан кейін 1931 жылы Қаратаев орталық архивтің Ақтөбедегі өкілі болып ауыстырылды. Батыл да батыр Бақытжанды қағазға көміп өшіреміз, архивтік крысаға айналдырамыз деген большевиктер тағы да бір қателік жасады. Өйткені осы архивтік қызметте жүрген кезінде Бақытжан Қаратаев қазақ тарихына байланысты көптеген құпиялы деректерге қол жеткізіп, қазіргі күнге дейін маңыздығын жоғалтпаған халық азаттық көтерілістер мен азаматтық соғыс тарихы туралы еңбектер жазды. 1932 жылы Ақтөбе қаласында кеңестік Қазақстанның сол кездегі жетекшісі Филипп Голощекиннің келуіне арналған үлкен жиналыс өткізілді. Осы жиналыста арнайы сөз алған Қаратаев Филипп Голощекиннің бетіне «Разве большевики боролись за то, чтобы казахи гибли от голода? Прекратите болтать и валите из нашей страны» деген ащы шындықты бірақ басты. Қаратаевтың осы сөздерінен кейін жиналған қазақтар ашулана кетіп, Голощекин мен оның жақтастары митингіден қашып кетеді. Бұл әрине кешірілмеді. Көп ұзамай Голощекин Бақытжан Қаратаевты қудалауды ұйымдастырады. Голощекиннің бұйрығымен Қаратаев жұмыстан қуылып, адвокаттық қызметпен айналысу құқығынан да айырылады. Сөйтіп, Қаратаевты мүлдем қиын жағдайға түсіріп, тізерлетеміз деп ойлады. Алайда қазақтың батыр ұлы аш қалса да намысты бермеді. Сол кезде Голощекин Қаратаевтың отбасы мүшелерін де қуғын сүргінге ұшыратады. Мәселен, оның кіші қызы Зейнеп бірнеше рет Орынбордағы жұмысшылар мектебінен шығарылды. Кіші ұлы Шамил бұрынғы қазақ атты әскер дивизиясының әскери комиссары болып, алғашында бірнеше рет тұтқындалып, 1938 жылы халық жауы ретінде атылды. Өмірінің соңына дейін оңтүстік Қазақстанның Тауген басқармасында техник болып жұмыс істеген Қаратаевтың үлкен ұлы Ғаббас та заңсыз қудаланды. Осындай заңсыздықтар, жұмыссыз, ешкімге керек болмай қалған, отбасы көп зардап шеккеніне шыдамаған Бақытжан Қаратаев 1934 жылы 28 тамызда Ақтөбеде кенеттен аяқ асты 71 жасында қайтыс болды. Біздің тәуелсіз Қазақстанда Бақытжан Қаратаев неден және қалай қайтыс болған туралы мәліметтер әлі күнге дейін сирек кездеседі. Неге дейсіз ғой? Өйткені алғашқы қазақ заңгерлерінің бірі, Ресей империясының мемлекеттік думасының депутаты болып сайланған 9 қазақтың бірі, азаматтық соғыстың батыры, аты аңызға айналған Чапаевтың серігі, кеңестік Қазақстанның алғашқы басшыларының бірі болған Бақытжан Қаратаев аштықтан ауырып, қатты ауырса да бірде-бір кеңестік ауруханаға Голощекиннің тікелей бұйрығы бойынша қабылданбай қорлықпен дүниеден өтті. Бұл деген өте қайғылы қасірет, үлкен трагедия. Қазақ хандары мен сұлтандарының тікелей ұрпағы, қазақ халқының нағыз патриоты Бақытжан Қаратаев өзін жек көретін Ресей империясы үшінде, одан қорқатын кеңес үкіметі үшінде, өзін жау санаған Алашорда үшінде өзіндік бола алмады. Себебі Ресей империясы да, кеңес үкіметі де, Алашорда да оның әділдігі мен шынайылығына сескенді. Ал біз ше? Ал біз әлі күнге дейін Бақытжан Қаратаевтың ерен еңбегін бағаламақ тұрмақ, оның есімін де білмейміз. Бүкіл өмірімен өзінің туған халқына және туған еліне деген риясыз адалдығын дәлелдеген Бақытжан Қаратаевқа Қазақстан тарихы оқулығында орын табылмады дегеннің өзі масқара емес пе? Қазақ үшін өмірін жан пидалыққа берген Бақытжан Қаратаевтың есіміне не Алматыда, не Нұр-Сұлтанда көшелерінде орын табылмады деген ұлттық сатқындық емес пе? Сондықтан да қазақтың мұңын тек қазақ түсінеді, қазақтың батыры тек қазаққа керек деген сөздерді ескере отырып, осындай қазақ халқының керемет ұлына астаналарымыздан көше беріп, туған жері Оралда ескерткіш орнатсақ, Бақытжан Қаратаевтың алдындағы борышымызды бір кішкене болса да орындағандай болар едік.
Осы Бақытжан Қаратаев секілді тарихи ұлы тұлғаларымыз жайында түсірілген бейнероликті таныстарыңыз бен туыстарыңыздың арасында танытыңыздар, таратыңыздар. Өйткені Бақытжан сияқты ұлы аталарымыздың есімі халық жадында сақталу керек.